Өкінішке орай енді қазір ыңғайсыз жағдай болып тұр. Қазір коттедж үйімізде свет өшіп қалған екен. Яғни осы райондардың барлығы. Бірақ та достар, бүгін біздің көрейін жатқан коттедж үйіміз өте іші ремонт жағынан жақсы, плюс жиһаздардың көпшілік қалады екен, бағасы да жақсы баға, өте арзан баға деп айтсам да болады енді. Қазір бізді көріп жатқанымыз осы коттедж үйіміздің холлы, мына екінші қабатқа көтерілетін баспалдағы өте мощный жасаған екен. Так, кіреберіс аймағымыз мына жақта қонақтар келген кезде қол жуатын жер бар екен. Әжетханасы душпен бірге. Мына жерге айнаға қарайсың. Келген қонақтарды мына залға отырғызасың. Кең екен залы. Кең, ремонты да өте жақсы, көріп тұрсыздар. И ас бөлмесі. Если свет жанса қазір, екінші қабатты көрейік. Қарашы, екінші қабатқа қарай мынандай әдемі баспалдақпен көтерілесің. Мына жақта міне бөлек осындай демалуға да болады, мына жерде отырсаң болады. Екінші қабаттың ерекшелігін айтып кетейін. Спальный зона деп айтсақ та қателеспейміз. Неге? Өйткені балалар бөлмесі бар, мына ұлдарға арналған бөлме ғой, ер балаларға арналған бөлме. Кең, просторно дейді ғой. Жатым кроваттар қаяқта жатыр, шкаф өзіне бөлек жатыр. Мына жақта тағы да кең жатым бөлме бар. Үй иелерінің жатым бөлмесі, жанында гардеробы бар. Оның жанында тағы да бір кең қыздардың бөлмесі орналасқан. Айтпақшы, бұл жақта да гардероб бар екен. Достар, керемет екі қабатты коттедж үй, ішкі ремонты бәрі жақсы, бағасы өте суперский баға. Сондықтан хабарласыңыздар, алып үлгеріңіздер.